Сәлеметсіңдер ме? Бүгін біз көбейтудің үйлестірімділік қасиетін қолданып, тиімді есептеуді үйренетін боламыз. 67 мен 36-ның көбейтіндісіне 67 мен 64-дің көбейтіндісін қосу керек. Бізде бірдей сандар, олар 67 бірдей сан. Ал енді біз 67-ні көбейтудің үйлестірімділік қасиетін қолданып, бұлай шығарсақ болады. 67-ні жақшаның сыртына шығарып, 36 мен 64-ті қосып аламыз. 36 мен 64-ті қоссақ, мұны дөңгелек сан шығып тұр. Сонда біз 67-ні осы шыққан 100-ге көбейте қоямыз. Сонда 6700 шығады. 38 көбейту 31, 38 көбейту 47, 38 көбейту 22 деген көбейткіштерді қосу керек. Бұл жерде бірдей сандарымыз, міне 38 барлық сан, екі таңбалы сандарды біз 38-ге көбейтіп жатырмыз. Олай болса, 31-ді, 47-ні, 22-ні біз жеке қосып алып, сол сандарды 38-ге көбейтіп, көбейтудің үйлестірімділік қасиетін қолдансақ болады. Ал енді біз 38-ді көбейтеміз. 31 қосу 47 қосу 22. Сонда біз 38-ді мына сандардың қосындысына көбейтеміз. Бұл сандардың қосындысы 100 болса, онда 38 көбейту 100 тең 3800.